Барлығыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен етті бәліштің ең қарапайым рецептімен ұсынатын боламын. Яғни қамырының илену барысы өте қарапайым, әрі асқазанға өте жеңіл келеді. Ең алдымен қамырын илеп аламыз. Лайықты мөлшерде ұн аламыз және оған тұз, аштықы салып, жылы суменен қамырды жұмсақтау қылып илеп аламыз. Қамырды біріктіріп майда қылып илеп алған соң, бетін жауып жылы жерге ашытып қоямыз. Толық ашытпаймыз, шала ашытып аламыз. Қамыр ашығанша салмасын дайындаймыз. Лайықты мөлшерде фарш алсақ та болады, немесе етті майда етіп турап алсақ та болады. Содан соң бізге бір тал помидор керек болады. Помидорды майда етіп турап аламыз. Және бір тал қызыл бұрыш, бір тал көк бұрыш керек болады. Бұрыштарымызды да майда етіп турап аламыз. Және барлығын қосып, дәміне қарай тұз және қара бұрыш, зіра қосып араластырып аламыз. Бір ас қасық сұйық май тамызамыз. Содан соң бізге бір тал пиязы керек болады. Жаңа пиязыны қосуды ұмытып кеттім. Пиязыны ұсақтап турап қосып араластырып аламыз. Салмасын даярлап, араластырып даярлап қоямыз. Содан соң біздің қамырымызды шала ашыған соң, қамырды тең екі бөлікке бөліп, тағы да екі бөлігін бөлеміз. Сонда бізде екі бәліш шығады. Біз қамырды қатты ашытып жесек, ол өте көтеріліп, қамыр өте қалың болып шығуы мүмкін. Сол себепті қамырды шала ашытып аламыз. Одан кейін ұн сеуіп отырып, қамырды жұқа қылып жайып аламыз. Біркелкі тегіс қылып жайып аламыз. Асты үстін бірдей қылып жайып алған соң, салмасын саламыз. Салмасын жұқа етіп, біркелкі етіп салып шығамыз. Содан соң бетіне қамырды жауып, көріп отырғандарыңыздай шетін жапсырып шығамыз. Содан соң жасап болған соң қоя тұрамыз. Протеинге салып қоя тұрамыз. Оған дейін біз духовканы 15 минут бұрын қыздыра береміз. Бетіне ешқандай жұмыртқа жағудың керегі жоқ. Сүт жағып, ақ және қара күнжіт сеуіп қойсақ болды. Содан соң 200 градустық духовкада жарты сағат шамасында қойып пісіріп аламыз. Духовканың жағдайына қарай өздеріңіз қарап отырып, осындай түске енгенше пісіріп алсаңыздар болды. Қамырды толық ашытпаса, ол піспей қалмай ма деп ойлауларыңыз мүмкін. Жоқ, пісіп шығады. Өте дәмді болып пісіп шығады. Енді дәмін сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Жасап көрсеңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егерде соңына дейін қарап отырған болсаңыздар, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен тіпті де қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.